Менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сметанник немесе чизкейк в шоколаде деген түсіреміз. Мына штативті көрсетіп кетіп жатырмын обзор ретінде. Толық обзоры видеомда көрсетілген. Алсаңыздар болады, өте жақсы. Мына кекті пісіру үшін керек заттарымызды дайындап жатырық. Пісіру процесі. Бұл үшін алдымен жұмыртқа керек, сармай керек, разрыхлитель керек, сметанамыз керек, сосын шекер керек болады, сахарный пудра да салдым. Осылай пісіресіздер. Венчик, қасық, үлкен қасық, кішкентай қасық керек болады. Сосын осылай табақша керек болады, миска деп айтады немесе. Енді бастаймыз. Алдымен біз қамыр илейміз. Мына жерде сразу айтайын, видеода мен 3 пирогқа пісірдім, бірден 3 жұмыртқа салдым. Сіздер 1 жұмыртқа саласыздар, бір ғана пирог пісіретін болсаңыз, шатасып кетпеңіздер. Одан кейін шекерімізді салдық. Мөлшерлемелерінің бәрі описание бөлімінде. 60 грамм мен 80 граммның арасында шекер саласыз. Бір пирогқа 60 грамм мен 80 граммның арасында шекер саласыз. Ұмытып кетпеңіз. Үшеу болғасын, оны 3 еселеп салдым. Тестіні мен 3 еселедім. 1 столовый ложкаңыз сіздің 28 грамм болады. Лайфхактардың бәрін айтып жатырмын деймін бе. Осылай салып илеп алдым. Алдымен шекермен жұмыртқасын әбден езіп алдым. Одан кейін көрдіңіз бе, араластырып езесіз. Ешқандай бір жақсы миксер қолдансаңыз да болады, миксер қолданбасаңыз да болады. Мен шама келгенше миксерсіз затты қолданған жақсы көремін. Менің балам да көмектесіп, фудблогер болғысы келіп жүр, очень походу. Видеоға көмектесіп жүр ода. Шошып кетпеңіздер, менің мутант деп 3 қолы бар. Менде 2 қол негізі. Балам да қосылады арасында. Әбден езіп болғаннан кейін ендігі кезек бізде сармай 80 грамм мен 100 граммның арасында саласыз. Көрдіңіздер ме, уже біз 3 қол болып жатырық. Балам да жасап жатыр. Бұны да әбден ертіп аласыз. Желательно сармайыңыз комнатный температурада болған жақсы. Әбден араластырып болғаннан кейін разрыхлителімізді саламыз. Ешқашан сода пайдаланбаңыз. Пирогта сода пайдалану это большая ошибка деймін. Ең үлкен қателік болады екен. Мен бір рет пайдаланып көргенмін. Одан кейін
ұнымызды саламыз, илейміз, сықитып тесто илейміз. Шама келгенше жұмсақ тесто илеңіз. Оны тығыз болмасын, қолға жабысып тұрғаны жақсы. Бұл жерде кілең тестом кішкентай болды, қамырым кішкентай болды демеңіз. Себебі бізде 3 ыдысқа жасап жатырық. 3 пирогқа жасап жатырық, в смысле. Нанымызды илеп боламыз да. Оныңызды көп салып жібермеңіз. Жұмсақ тесто болу керек. Көлемі үлкен демеңіздер. Менікі 3 тестоға арналған. Илеп болғаннан кейін сықитып 30 минутқа холодильникке қоясыз. Сонда тестімен жұмыс жасау оңай болады. Бір илеп, тағы айналып келіп, тағы бір иледім де тұндырып қойып кішкене. Отыз минутқа холодильникке қойып қайтадан 3 тесто дедім, 3-ке бөлдім, көзбен бөлдім. Сіздер весіларыңыз болса, весімен бөлсеңіз болады. Менде весі жоқ, бәрінің көзбен бөлшедім. Мен протеиніне сенімсіз болғандықтан бұрында жабысқан жоқ, сармаймен істегесін, сармаймен істеп алдым да, осылай тестімізді дайындап орналастырдым ішіне. Содан кейін оқтаудың көмегімен жазып алдым. Қолмен істесеңіздер де болады, оқтаумен істесеңіздер де болады, өздеріңіз білесіздер. Осылай жазып аласыздар. Тез өтіп жатыр. Неше сағат жасасақ. Сосын піскеннен кейін оны күту керек. Басқа тұрттай қоймас. Сразу жылып ала алмайсың. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек болады. Бұдан да бөлек менде басқа да рецепттер бар. Осыған дәл осыненің мынау 2-ші рецептісі. Қай-қайсымен жасасаңыз да шығады. Маған бірақ 1-ші рецептімен жасаған ұнады. Тағы бір рецептіні көрейін деп жасап көрдім. Міне, осыдан кейін қаймағымызды салдым. Мен 25%-ті салдым. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Қанша проценті көп болса, сонша жақсы болады. Осыдан кейін бәрін описание бөлімінде қалдырып кеттім. Мен 350 граммды бірақ салып едім. 350 граммды салған көп болады екен. Желательно 300 грамм, 250 грамм салғаныңыз дұрыс болады екен, менің түсінгенім. Қаймақтан кейін 1 столовая ложка крахмал и сахарный пудра салдым мен. Сіздер өздеріңіз білесіздер, секер салсаңыз да болады. Секермен де істеп көрдім мен, сахармен де істеп көрдім, ешқандай айырмашылығы жоқ. Осылай пирогымыз дайын болды. Пирогымыздың салмасы дайын болды. Кукурузный крахмал салыңыз, басқа крахмал салмаңыз. Картофельный крахмал салып жүрмеңіз, қателесесіз.
Видеода көріп тұрғандарыңыздай салмамыз дайын болды, әбден араластырып алдық. Манағы дайын болған тестімізді салғаннан кейін осындай бортик жасадым, вилканың көмегімен әдемілік берсін деп осылай жасадым. Осыдан кейін вилканың көмегімен осылай кесіңіздер. Әйтпесе қамырыңыз піскен кезде көтеріліп кетеді. Үстіне салмамызды салдық. Құйып алдым мен салмамды. Осылай салмаңызды сықайтып құйып 180 градуста 30 минут пісіріп аласыздар. Мен печкам максимально 320-320-да қатты пісіреді. Мен 250-230-ға қойып, өзіңіздің пешіңізге қарай ориентация жасаңыз. Мен кенді бұлай күйіңкіріп кетті, күйіңкіреген жерін алып тастадым. Сосын енді форс-мажорный ситуациядан шығу керек, ол үшін не істеу керек деп басқаша вариантқа көштім. Мынандай күйген жерлерін алып тастадым да, шоколад дайындадым. Какаоның көмегімен шоколадный помадка жасадым. Осындай шоколадный помадка жасаудың видеоролигі менің каналымда болады. Ссылка жасап қоямын, қарасаңыздар болады. Шоколадтан гөрі экономный болады. Жоқ, тәбетіңізді ашады. Маған ұнады шоколадный помадка. Каналым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді келесі видеода күтемін.